Бүгін асханада тамақ тағы да қымбаттап кетіпті. Бұл тығырықтан шығудың жолы бар ма? Не істесе болады өзі? Дағдарыстан шығу үшін бірінші экономиканы реттеуіміз керек. Ол үшін завод, фабрикалар салып, жаңа жұмыс орындарын ашу қажет. Киім-кешектен бастап күнделікті тұтынатын тауарларды, соларды өзімізде өндірмей, біз дамымаймыз. Сіздің айтып отырғаныңыздың барлығымен келсем, бірақ әділетті қоғам орнатпай, жемқорлықты жоймай, экономикамызда, елімізде дамымайды деп ойлаймын. Жігіттер, Әл-Фараби бабамыз халық өркениетке жету үшін бойына мейірімділік пен қайырымдылықты сіңіріп өсіру керек деген екен. Жақсылыққа жаны құмар адамның бойынан жақсы қасиеттер табылады. Мына дағдарыстан шығамыз дейміз де, бірақ Әл-Фарабиді айтамыз. Қалай дамимыз біз мейірімді болып? Ол өтірік нәрсе. Сендер кімсіңдер Әл-Фарабиді сынайтын? Күндеріңді әрең көріп жүргендерің мынау. Әл-Фарабиді әлем мойындаған. Әлем! Әл-Фараби солай деп айтты ма? Бітті. Соныкі дұрыс. Одан да бір мұқтаж жанға болса да жақсылық жаса. Жәрдем бер. Фарабидің сөзінің мағынасын бәлкім сонда түсінерсіңдер. Алло, жаным, қайдасың? Мен ұшып келе жатырмын. Ұшып келе жатырмын? Қандай рейспен? Өзің қайдасың? Гүлзардың жанындамын. Қазір келемін. Көріскенше. Қалайсың? Күшті, өзің? Жақсы. Жүр. Вирус қайтадан тарап жатыр дейді. Бұрыштағы дәріханадан маскала салайықшы. Иә, мен алайын. Сақтанып жүрмесе болмайды. Хайдар Хасенұлы, ерікті болып жұмыс жасауға бір кісі кеп тұр. Кірсін. Кіріңіз. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Кел отыр. Рахмет. Иә, тыңдап тұрмын. Хабарландыру бойынша келіп едім. Ерікті болып жұмыс жасауға. Бұл індет өте жұқпалы дерт болып тұр ғой. Жұмыс өте қауіпті. Одан кейін еріктілерге жалақы төленбейтін білетін шығарсың. Иә, ол туралы білем. Өзім құрылыста істеймін. Менікі бос уақытымда науқас, мұқтаж жандарға көмектесейін деген ниет қой. Ай, жарайсың, азамат екенсің. Әр қазақтың жігіті өзіңде болса ғой. Рахмет аға. Жұмысқа қашан кірісуге болады? Жүр ендеше, алдымен еріктілер тобымен таныстырайын. Жақсы.
ақша әперші. Қазір. Алло. Сәлем, Қуат. Сәлем, Жұлдыз. Қалың қалай? Менің қолым босамай кетті. Бір жағынан жұмыста объектіні бітіре алмай жатырмыз. Қыдырамыз деп ек қой. Қыдыруға уақыт болмай жүр, ренжімеш, кейін бәрін түсіндірем. Қуат кірпіш. Қарсы алыңдар, келіп қалдық. Науқастың жағдай өте ауыр. Тыныс ала алмай жатыр. Жақсы, қабылданды. Дайынбыз. Жігіттер кеттік. Қане, жылдамдап. Есікті аш, иә? Кел. Байқаңдар. Байқа. Иә, жаймен сүрейік. Байқа, сүр. Жақындап. Жүріңдер. Иә, кигіз, басын көтер. Иә, жақсы. Кислородты қос. Көтеріңдер. Қане, байқа. Жақсы. Енді ішке кіргіземіз. Жүріңдер. Қуатпен арамыз суып кетті. Не істерімді білмей жүрмін. Мен сендерді кездесіп жүр екен десем? Кездесіп жүрген жоқпыз. Енді хабарласып көрсеңші. Қара шалмайды. Міне. Оны не істейсің сен? Басқа жігіттер толып жүр ғой. Есікті аш. Ақырын, ақырын. Асықпай жүрейік. Есікті ашып алайық. Тоқтаңдар. Науқас демалмай жатқан сияқты. Тыныс алу аппараты істемей қалыпты. Тамыр әлсіз соғып тұр. Бол. Тездетейік. Жылдам үлгерейік. Тездетіңдер. Жігіттер, болыңдар. Бол. Тез. Қане, жүгір. Жүгір. Болыңдар. Тезірек, жігіттер. Байқа, абайла. Болыңдар, ақырын. Сақ бол. Қане, болыңдар. Тез. Жүгір. Байқаңдар. Жол. Болыңдар, бұлай тұршы. Тездетіңдер, жігіттер. Тоқтаңдар, үлгермейміз. Қыз демалмай жатыр. Науқас шыдамайды, құтқару керек. Не істемексің? Кеттік, үлгереміз. Тез басқа аппарат алып кел. Мен жасанда тыныш жасаймын. Вирус шығады деймін, қой деймін саған. Қуат, есіңді жи деймін саған. Аман алып қалмасақ болмайды. Қызды үйінде әке шешесі күтіп отыр. Тоқтат деймін саған, Қуат. Тарт қолыңды. Қуат, өзің өлесің, тоқтат. Тыныш. Кедер келтірме. Өзіңе вирус шығады, қой деймін саған. Басқа аппарат алып кел, тез. Ой, жарайды, қазір алып келем. Бол, тез. Қане, бол. Тоқтат деймін, Қуат. Тездетіңдер, тез, бол, уақытты жоғалтпайық. Жүгір. Өміріне қауіпке тігетіндей, бұл қыз кім саған? Танысың ба? Туысым. Әр қазақ менің туысым. Кір палатаңа. Кір дейм. Иә, жарайды. Тірі екен, көзін ашты. Тірі ма? Көзін ашты. Міне, тез қосыңдар. Саған деген сезімі болса, ол бір ай жоқ боп кетпейді ғой. Айтпақшы,
Саған кеше бір жігіт достық ұсынып еді ғой? Иә, жазды, жауап қайтармадым. Жауап қайтарып көрсеңші. Оған не деймін? Сәлем деп жаздым. Коронавирус шықса, вирус тамақта 2-3 күн өсіп өнеді. Бұл кезде адам өзінің ауырғанын сезбей басқаларға жұқтыруы мүмкін. Сол үшін жақындарымен көп араласпай сақтанып жүріңдер. Омаров, система саламыз. Қолыңды бер. Алақаныңды жұм. Әлгі қыздың жағдайы не болды? Дәрігерлерден естідім, беті бері қарапты. Қазір жан сақтау бөлімінде жатыр екен. Құдай сақтаған екен. Айтқандай, кеше кредитімді жауып, адам боп қалдық. Айлығымызды көтергелі бәрімізде де сол кредиттен де, қарыздан да құтылып. Енді жұмысымыздың өзі қауіпті ғой. Оның үстіне үйге бармай күндіз-түні жұмыс істедік. Қаншама дәрігерлеріміз ауырып қалды. Иә. Болат, амансың ба? Жағдайың қалай? Жақсы аға. Жата бер, тұрма. Халы қалай? Хаттамаға сәйкес ем-шаралар алып жатыр ма? Иә, бәрі хаттамаға сәйкес. Қазіргі жағдайы қанағаттандырарлық. Дене қызуы 38 градус. Жақсы, жарайды. Ем-шараны күшейтіңдер. Қосымша иммунитетін көтеретін дәрумендер беріңдер. Болат, уайымдама. Вирус шыққанменен ол әлі өкпеге тарамаған екен. Бәрі жақсы болады. Сіздің жағдайыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Не болды? Аға, мен бүгін жұмысқа келген едім, бірақ бригадирге сіз шықпасын деп айтыпсыз ғой. Соның себебін білуге бола ма? Иә, саған жұмысқа шықпасын деген менмін. Сен ковидпен ауырып қалған жоқсың ба? Ауруханадан қашан шықтың өзі? 2 аптадай болды. Мен толыққанды емделіп шықтым. Қазір жағдайым жақсы. 2 апта ішіне адам толық жазылып кетеді деп ойлайсың ба? Кімді алдамақшысың? Ковидтан кейін сенде әл-дәрмен қалды ма? 30 килоқапты қалай көтермекшісің? Жоқ. Одан кейін ауруыңды елдің бәріне жұқтырасың ғой. Бар. Боссың. Онда алдыңғы айдың қалған ақшасын алып кетейінші. Қандай ақша? Бригадирден сұрадың. Сен жөндеп жұмыс істемепсің. Басқалар жұмыс істеп жатса, сен телефон шұқылап отырады екенсің. Барып тұрған жалқаусың. Жоқ саған ақша. Жоқ қалай? Қалайша жоқ? Сонда 1 апта еңбегім зая кетпек пе? Қайтарыңыз ақшамды. Есіңізде болсын, мен ешкімге еңбегімді жегізген емеспін, жегізбеймін де. Өзіме тиесілі ақшамды бәрібір қайтарып алам. Мынау маған әңгіме айтып тұр ма? Күшік.
Сәлем, Жұлдыз. Қалайсың? Жақындама. Сенімен сөйлескім келмейді. Жұлдыз, мен өзімнің кінәлі екенімді білемін. Бірақ... Сенің сылтауларыңнан жалықтым. Тыңдашы, мен бәрін түсіндірем. Керек емес. Менде енді саған деген сезім жоқ. Сау бол. Жұлдыз. Сәлем, жаным. Жанымнан жыртып ақ шүберегін, дертіме дауа тапшы демедім. Өтірік күліп өмір сүремде, өкініп тұрып жақсы көремін. Көрінген едің шуақтай маған, шөлдесең жаным бұлақ айналам. Күйбеңім қанша қамшылатса да, сүйгенін бірақ жылатпайды адам. Мен сені құшқан ұлытым қайда, оның да ертең күні тумай ма? Ессіз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе? Ұмыту қайда? Мен сені құшқан ұлытым қайда, оның да ертең күні тумай ма? Ессіз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе? Ұмыту қайда? Іңкәр сезімге бөленбей қалам, мұңын шағады өлеңдей маған. Жұлдыз көрінсе айдың жанынан, есімің тоқып өлердей болам. Сенің сылтауларыңнан жалықтым. Ата-анаңмен не үшін таныстырмай жүргенің белгілі болды. Шығардым жалғыз ойланатынды, Құдайда шебер ұмытпасын деп, аспанға жазып қойған атыңды. Жақсы көрем деп жиялдайсың ба, жан тәніңменен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Жақсы көрем деп жиялдайсың ба, жан тәніңменен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Жақсы көрем деп жиялдайсың ба, жан тәніңменен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Жақсы көрем деп жиялдайсың ба, жан тәніңменен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен жүрегіңнен ұялмайсың ба?
Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жұмыс жайлы кімге жолықсам болады? Бастық іште отыр. Бірінші сигонға. Былай қарай ма? Иә. Кіруге бола ма? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жұмыс туралы хабарласқан едім. Кел отыр. Аты жөнің кім? Атым Қуат. Қуат Омаров. Мен Мұрат Жапарович. Осы цехтың бастығымын. Қайда істедің? Соңғы рет құрылыста істегенмін. Біз есік терезе жасаймыз. Қолының келе ма? Енді үйреніп кетуге тырысам ғой. Әзірге қара жұмыс істейсің. Жігіттерге көмектесесің. Қалай жұмыс істейсің? Солай ақша аласың. Түсінікті. Онда жүр, жұмысыңмен таныстырайын. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмын. Не тапсырыс бересіздер? Қарындас, неге меню қазақша емес? Кешіріңіз, мен сізге қазақша сөйлеп тұрмын ғой. Серік, бұның не? Тамаққа тапсырыс берейік те? Олардың міндеттері ғой. Бар, кім? Администратор ма, шақыршы бар. Қазір. Ой, сен де бір. Қоймайды екенсің. Сәлеметсіздер ме? Әкімгер біраздан соң келеді. Мен оның көмекшісі, есімім Аружан. Сіздерге қандай көмек көрсете алам? Аружан, неге мына менюларыңыз қазақ тілінде жазылмаған? Кешіріңіз, ас мәзірінің қазақша жазылған нұсқасына тапсырыс беріп қойған едік. Бір-екі күнде дайын болып қалады. Қазір мен сізді телефонға түсіріп, Фейсбукқа таратам. Мына кафедегілер мемлекеттік тілді құрметтемейді екен деп айтам. Бұған не дейсіз? Құрметті тіл сақшысы. Егер қазақ тілін құрметтейтін болсаңыз, алдымен өзіңізден бастаңыз. Неге ас мәзірінің меню, даяшыны официант деп, орыс тілінде айтқаныңызды түсіндіре кетіңіз. Ал, не болды? Сәлем. Сәлем. Кім екен десем, тіл сақшысы екен ғой. Кешіріңіз. Кеше сәл ыңғайсыздау болды. Мен кейде ойлаймын, осы сендер тіл деп жүргенде адамдар азғындап бара жатыр. Неге тәрбиеге де көңіл бөлмейсіңдер? Тіл мен тәрбие құстың екі қанаты сияқты бірге жүргенде ғана сапалы ұлт қалыптаспай ма? Иә, сөзіңнің жаны бар. Осының бәрін қайдан білесің? Мен көп нәрсені білем. Тіпті менімен танысқың келіп тұрғанын да білем. Дұрыс айттым ба? Иә, дұрыс айтасың. Менің есімім Қуат. Аружан. Танысқаныма қуаныштымын. Сен қайдан боласың? Мен оңтүстіктен. Алманың отаны Түлкібастанмын. Алманың отаны? Алманың отаны Алматы емес пе? Алматы, ол апорттың отаны.
Ал алманың қалған түрлерінің отаны ол Түлкібас. Яғни менің ауылым. Мен оны білген жоқпын. Иә, мен де білмейтінмін. Жаңа ғана ойлап таптым. Қатырасың сен. Не мынау? Жұмыс орнын неге таза ұстамайсыңдар? Болды, Басеке, жинастырып қоям. Мен саған өткенді айттым ғой. Таза ұстаңдар, тазалап жүріңдер деп. Болды, Басеке. Мен сені... Ана жақта билеп жатыр. Жүр, билеп қайтайық. Маған ондай өлең ұнамайды. Айтпақшы, әнді өзің айтарсың. Жоқ, мен әнші емеспін ғой. Әнді жақсы айтамын деп мақтанушы едің ғой. Ол енді караокеда ғой. Мен қазір келем. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Осы жерде ән айтуға бола ма? Иә. Қызыма ән айтқызайын деп ем. Негіз болады. Рахмет көп. Бір, 2. Құрметті ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Бүгін Жасмин мейрамханасына қазақ эстрадасының болашақ жарық жұлдызы Аружан қыздарыңыз сіздерге арнап ән шырқауға келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Аружан, келсеңші. Кел. Қане, Аружанды ортаға шақырамыз. Аружан сахнаға. Қанекей жас әншіге қошемет көрсетейік. Аружан, 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 Аружан. Қанекей ортаға шығып барлығымыз билейік. Жүр, билейін. Кеттік билейміз. Артық болмас, сен арайлы күндесе. Әппағай боп, көрінесің бірдесе. Мен өзіңе қалғанымда кездеспей. Сұлулықтың не екенін білмесе.
түн ортасы болды. Қайда жүрсің? Мам. Досым мен болғам. Ол қандай дос? Мам. Түнделетіп жүретіндей. Мам, қойыңызшы. Қызым, айта қойшы. Мам, сіз кейде маған жындығыз дейсіз ғой? Ойнап айтам ғой, қызым. Ал ол... Менен өткен жынды болып шықты. Қош? Иә. Неге олай дейсің? Білесің бе сен, мам? Екеуміз кафеге келіп тамақ ішіп отырғанбыз. Қазір келемін деп ол сахнаға қарай шығып кетеді. Мен оған мән бермей әрі қарай тамағымды жей берем. Сөйтіп бір мезгілде қарасам, ол сахнада тұр. Қолында микрофон, құрметті ханымдар мен мырзалар. Алдарыңызда өнер көрсететін Қазақстанның болашақ эстрада жұлдызы Аружан деп қояды. Мен сол кезде не істерімді білмей, мам, ұялғаным ай. Бір мезгілде қашайын деп жан-жағыма қарасам, қайдан келгенімді ұмытып қалыппын. Сөйтіп ол, достар, қолдап қоямыз, қошемет дейді. Сосын әнімді айтып тұрсам, адамдар менімен келіп суретке түспейді ме? Мені шынымен де жұлдыз деп ойлап қалса керек. Егер шақырсаң келем екен, таныстырмайсың ба? Айтып көрейін. Сәлем. О. Үнім ғой, Алинұр. Сәлем, Алинұр. Жаным, Үлкен жігіт бол. еркеназ. Сағынып қалыпты өзі. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Қалайсыз, мам? Қалайсыз? Төрлетіңдер, киімдерін шешіңдер. Балалар қане? Жоғарға шығамыз. Тамақты сосын ішеміз. Қолдарын жуа беріңдер, я? Дәмді тамақтың иісі шығып жатыр. Қарым ашып кетті. Балалар, тамақ дайын болып қалды, келе беріңдер. Мынаны киіп барайын ба? Қойшы. Жүр. Отыра ғой. Неге күлдіңіз? Жай өткендегі Аружан екеуінің кафедегі қызықтарың есіме түсіп. Иә. Ой, сол күні масқара болдық. Ұят болды. Аружан ән айтам деп, музыканттың микрофонына таласып қырғын салды. Мен айтқам оғын көп ішпе деп. Бірақ мені мүлде тыңдамайды. Аружан? Қуат! Мам! Масқара болдық. Енді бармаймын ол кафеге. Мам! Сенбеңіз оған. Айттым ғой, бұл сондай айта береді деп. Серіп қалдыңыз ба? Жүрегім ұшып кетті ғой. Кешіріңіз, әзіл ғой. Мама сеніп қалды ғой. Қалжың ғой. Ал тамақтан алыңдар. Дәмді опты мантыңыз. Ас болсын. Отағасы келді. Қонақ келді үйге. Иә, қандай қонақ екен біздің үйде? Нау қайдан жүр? Ол біздің қызымыздың досы. Қандай дос? Қызым, сен мынаны қайдан танисың? Пап, ол менің досым. Қандай дос? Ұры ғой мынау?
Бүкіл стройкадағы цемент пен арматураны ұрлап сатқан ғой мынау. Ақшамды қашан қайтарасыз? Қандай ақша? Не деп отырсың сен? Сіз айтқан цементті бірге ұрлап сатқан жоқпыз ба? Мен ба? Сені мен? Иә. Не деп отырсың сен? Қызым, мынау ұры. Жұмыстағы цемент пен арматураны бәрін сатып, енді сенімен дос болып, менен кек алмақшы ғой. Болмайды! Жоғалт, көзіңді көрсетпей біздің үйден. Шық! Тез! Бол! Жолаушы олма біздің үйге. Қуат, тоқта. Басеке, Не болды? аналар кеп тұр. Ой, әкең. Жүр. Бәле болды ғой мына айт ақшамызды бермей. Кредитта төленбеді. Үйде күнде айқай шу. Полицияға арыз қайтет. Бекер бұның барлығы. Бұлардың бәрі бір-бірімен сыбайлас. Өткен жолы бір жігіттердің ақшасын бермек түгілі үстінен ақша алып жіберген ғой бұл сұмырайлар. Бұл бізге дейінде талай адамды лақтырған екен ғой. Әне, өзі де келіп жатыр. Ей, сендерге не керек? Ассалаумалейкум, Басеке. Ақшамызды қашан бересіз? Ақша жоқ. Жоқ ақша. 3 ай болды ақшамызды алмағанымызға. Бізде де бала-шаға бар. Бізге артық ақшаңыздың керек емес. Өз ақшамызды беріңіз. Ей, сендер жұмысты дұрыс істемедіңдер. Жалғаулыққа салынып жүрдіңдер. Біреуің жұмысқа шықпай, біреуің сұранып, біреуің кешігіп. Істеген жұмыстарың анау сапасыз. Сендердің кесірлерінен заказчик маған жарты ақшасын ғана берді. Мен сендерге жарты айлықтарыңды бердім. Соған рахмет айтыңдар. Болды, кетіңдер. Жоқ ақша. Біз жұмысымызды адал істедік. Ал сіздікі дұрыс емес. Беріңіз ақшамызды. Беріңіз. Сен маған ақыл үйретпе, кімнің дұрыс емес екенін. Бар қайқай, жөнің тып. Ей, қайда кеттейсің? Біз адал еңбекпен тапқан ақшамызды алмай кетпейміз. Төле ақшамызды. Жоғал бар. Төле ақшамызды. Ақырына, қу жібер баларды. Ей, сенің есің дұрыс па? Үлкен кісі емес пе? Сені таяқ жеген кеп тұр ма? Қой, керек емес. Ой, қойсаңдар болды. Қойындар болды. Қойындар жігіттер, қажет емес. Қой деймей, қой. Құрысын ақшасы, таста, кеттік. Қойындар дейм, керек емес. Қой болды, қуат, керек емес. Кеттік болды, тасташ болды, ай! Ұр! Деп! Тұр! Мәсам! Ай, қойыңдар енді болды. Қуатжан, кеттік дейм. Алло, полиция! Бізде төбелес болып жатыр. Тезірек келіңіздер. Болыңыздар. Білмей жүргесіңдер. Бәріңді түрмеде шіртеме сендерді. Таста, кет, итсе ғаспандап жатыр. Қаштық. Таудың бөктерінде жездем тұрады. Біраз уақыт солардың үйінде болады. Не істейді ол кісі? Мал ұстайды. Бау бақшасы да бар. Мына ісің бір жақты болғанша малына қарайласып жүре тұр. Сот үйді не істедің? Үйге қалдырып кеттім. Сотқа деген ұмыт. Ешкімге ешқандай телефонмен қоңырау шалу үшін болма. Менттер тауып алады.
Енді не болар екен? Қайша бола мұнда? Көреміз, өзім келіп хабарын айтып тұрам. О, Жиздоға! Ассаламағалейкум. Уағалейкумассалам. Көрінбей кеттіңдер ғой. Жақсы, өздеріңіз аман есен. Иш қалай? Танысып қойыңыз. Менің дос балам Қуат. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыңдар? Мұрат болады атым. Тыныш па бәрі? Қасқырлар ше? Қасқырлар келмеді ме атаудан? Келсе қуып жібереміз ғой таяқпен ұрып. Сіздің атыңызды естігеннен қажатын шығар қасқырлар, Жиздоға. Жизде, Қуаттың қалада бір проблемалар шығып қалып еді. Бір-екі ай осында жүре тұрсыншы. Болды ғой. Сенімді жігіт. Осы жерде балаларға көмектеседі. Жүріңдер үйге кіріп шай ішейік. Жүр, Қуат. Жүр. Монша қалай, монша бітті ма? Аз қалды. Біткен соң келіп тұрамыз ғой парға түзуге. Енді Қуат көмектеседі ғой. Рұқсат бекен. Рұқсат, кіріңіздер. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Отырыңыздар. Мен тергеуші капитан, Серікбай қызы. Мен тергеуші аға лейтенант Рүстем болам. Я тыңдап тұрмын, құлағым сіздерде. Қандай мәселемен жүрсіздер? Асылова Аружан сіздерде даяшы болып жұмыс істей ма? Я, ол менің қызым. Оны не үшін іздеп жүрсіздер? Аружанмен сөйлестек бола ма? Ол бүгін жұмыста ма? Қазір. Алло, Аружан, қызым менің кабинетіме келіп кетші. Қазір келеді. Мам, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қызым келе ғой. Қорықпа. Мына кісілер саған келген екен. Не үшін? Сіз Қуат Омаров деген азамат танисыз ба? Я, ол менің досым. Оған не болды? Соңғы рет қашан көрдіңіз оны? Соңғы рет осыдан 2-3 күн бұрын көргем. 2-3 күн бұрын? Сіз білесіз бе ол қазір ауыр қылмыс жасап жасырынып жүргенін? Қандай қылмыс? Не дейді? Жұмысында күзет бастығын ұрып, жарақаттаған. Ол кісі қазір ауыр халде ауруханада жатыр. Қызым? Аружан, сіз Омаровтың қандай да бір заң бұзушылық әрекеттерін білуші ме едіңіз? Жоқ. Так, Асылова, сіз қылмысты жасырған үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес жауапқа тартылуыңыз мүмкін. Сол себепті күлмей дұрыстап жауап беріңіз. Аружан, егерде Қуат Омаров жайлы бір мәлімет біліп жатсаңыз, осы номерге хабарласыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақында полиция бөліміне шақырамыз. Келетін болыңыз. Сау болыңыздар.
Қуат, бері келші. Аға, не болды? Қуат, сен қазір атқан мінде сиырларды қарап келші. Алыс кеткен жоқ. Қоңырауы бар мойнында. Дауыс естіледі. Жақсы, қарайын. Дамир! Қуат ағаңа атты алып кел. Одан кейін ешкілерді көрсең үйге қарай қайыра сал, жарай ма? Жақсы аға. Қане. Қане. Екеуміз бәйшешекті ерте гүлдеді, қол ұстасып бақыт шырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Өмірдің өзенімен ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық, менің ғашық асылым. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Даниярға келіп едім, жұмыста ма екен? Қазір отыра тұр. Данияр, саған келіп тұр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Шүкір. Бір әңгіме бар еді. Бүгінге дейін билікке дарынсыз, жағымпаз, жалтақ басшылар тамыр таныс арқылы, пара беру арқылы барғаны жасырын емес. Халқымыздың қымбатшылық пен кедейшіліктен көз ашпай, кредитке өмір сүруі солардың жұмысының жемісі. Сондықтан біз халықтың арасынан шыққан озық ойлы, алғыр азаматтарды, жүрегі, елім, жерім деп соғатын дарынды жастарды қатарымызға тартуымыз керек. Олардың билікке баруына ықпал етуіміз керек. Партияның басты мақсатының бірі осы болу керек. Иә, дұрыс айтасыз. Аға, митингке бірге шығып жүрген Серік деген жігіт келіп тұр. Осында есік терезе шығаратын мекеменің бастығы 3-4 қазақ жігіттеріне қиянат жасап, еңбек ақысын бермей жүр екен. Соларға араша түскен Серіктің жолдасының үстінен іс қозғатыпты. Соған көмектесуіңізді сұрап келіп тұр. Осы қазақтар бір-біріне қиянат жасағаны қашан қояды екен? Ұлттың өзекті мәселелерін бізге сырттан келіп ешкім шешіп бермейді. Оны қазақтың рухын оятып, намысын көтеру арқылы өзіміз ғана шешеміз. Ал мына арсыздардың жасап отырғаны өз қазағына жасаған нағыз опасыздық. Көмектесейік. Онда, Данияр, біздің атымыздан барып, бастығымен жолық. Туындаған мәселені жақсылықпен шешсін деп айт, түсіндіріп. Иә, болды, түсіндім. Байқа, өткендегі де арт кетіп жүрме? Жоқ, бәрі жақсы болады.
өзіңмен тілегім тілдеседі, өзіңмен жүрегім үндеседі. Бір-бірін шын сүйген екі ғашық, Сезімнің күшімен күн кешеді. Жалғызымсың, жалғызыңмын, аяулымсың, аяулымын. Сен мені түсінген жалғызымсың. Сен мені түсінген жалғызымсың. Сен мені түсінген жалғызымсың. Сен мені түсінген жалғызымсың. Сосынға барылсам. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Отырыңыз. Иә, құлағым сізде. Қандай мәселемен келдіңіз? Мен ел мен жер партиясының белсенді мүшесі Данияр болам. Иә, айта бер. Сіз қазақтың біраз жігіттерінің жалақысын бермей, қиянат жасап жүр екенсіз. Не? Одан кейін бір жазықсыз жігіттің үстінен арыз жазып, соттатамын депсіз. Сен кімсің? Не айтып отырсың? Түсінбедім. Ертеңге дейін бір күн уақыт берем. Ақшаларын қайтарып беріп, арызды қайтып аласыз. Сен не, мені қорқытып отырсың ба? Қорқытып отырған жоқпын. Ескертіп жатырмын. Егер осы талаптар орындалмаса, ертең мына жерге 1000 адам шақырып митинг өткіземіз. Сен не, біздер ештеңе білмейді деп ойлайсың ба? Салық төлемей жүргеніңді де, Қытайдан контрабандамен тауар алып келіп жүргеніңді барлығын білеміз. Кришаңмен қосып, түрмеде шіртеміз. Біз қазақтың бір баласына да қиянат жасауға жол бермейміз. Мә, хабарласарсың. Алло, бәке. Жаңа маған бір ұлтшыл белсенді келіп кетті. Егер жігіттердің ақшасын қайтарып, арызды қайтып алмасаңдар, митинг өткізіп, кіршаңмен қоса құртам дейді. Сен онда давай, ақшасын қайтарып беріп құтыл. Все, байланыс болармен, түсіндің бі? Мені танымайсың. Е, бәке, түсіндім. Сізді танымайын. Жақсы, жақсы, бәке. Туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелеттен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазығарда құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашы көтерем. Қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір
қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Братишка, качеля не держишь? Ей! Серік? Сен ба? Ей, досым! Ей, сені ме? Қалайсың, бауырым? Ей! Сен мұнда қайдан жүрсің? Жүрміз ғой сау. Жоқ болып кеттің ғой. Баяғы тіршілік қой. Жүр анда отырайық. Анаң қалай? Жақсы. Аман есен, жұмысын істеп жүр. Ай, сені ме? Қатырасың. Әңгіме айт, досым. Не жаңалық болып жатыр? Айтпақшы, досым, сенің ісің жаптық қой. Шынымен ба? Иә. Қалжыңдап тұрған жоқсың ба? Жоқ. Ей, досым! Рахмет саған. Қалай жауып жүрсің? Жауабымыз ғой, сол үшін жүріп қой. Рахмет, досым. Айтпашы, өткенде жездем сені бір күн үйге қонбады дейді ғой. Тауға қыздарға бардың ба? Қыздар болса қанеки. Күндегідей жүгіруге шыққанмын. Аяқ астынан тұман түсіп адасып кеттім. Түнімен жаурап қатып қалдым ғой. Қыз дейсің. Қызда басың қалсын. Қыз деп қояды ғой. Балам, келдің бе? Кір. Досым Қуат қой. Сәлеметсіз бе? Амансың ба, балам? Жақсы. Төрлете беріңдер. Қазір тамақта дайын болып қалады. Жоғары шыға бер, балам. Қарындасым ғой. Сәлеметсіз бе? О, керемет. Есімің кім? Қарлығаш. Домбыра қатысасың ба? Иә. Жарайсың. Жаңа кірген кезде теледидардан күй тартылып жатыр ма десем, өзіміздің Қарлығаш екен ғой. Иә, өзім үйреткем. Ой, қойшы. Серік, нанға барып келші. Сен анда тұра бер. Иә, Қарлығаш, нешінші сыныпта оқисың? 10-шы сыныпта. 10-шы сынып? Сабақ қалай? Жақсы ма? Жақсы. Ай, жарайсың. Сабаққа баратын уақытың болды. Киіне бер. Кел, отыра ғой. Жайғаса бер. Қалай жағдайың? Жақсы, рахмет. Өзіңіз қалайсыз? Болады, жүрміз ғой. Қазір қайда жұмыс істеп жүрсің? Қазір есік терезе шығаратын цехта істеймін. Маған Серік сен туралы көп айтқан. Байқауымша, ақылды бала сияқтысың. Рахмет. Мен Серікті көп уайымдаймын. Ол өте ашуланшақ, сөз көтер алмайды. Қит етсе төбелесе кетуге дайын тұрады. Бірдеңеге ұрынып қалама деп қатты уайымдаймын. Сен соған қарайлай жүрші. Жарай ма? Әпке, уайымдамаңыз. Серік менің досым ғой. Мен бар кезде оған еш нәрсе болмайды.
Мен сізге уәде берем. Рахмет айналайын. Саламатсыз ба? Амансың ба қарағым? Қалайсыңдар? Жақсы аға, кіріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Жиналысқа келіп едік. Болыңдар тезірек. Қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Жауған оқтан шықтық құламай, аштықтан да өттік жыламай. Бәйтерек боп биік сұламай, майыспадық сынбадық. Сынақ себеп емес кейеуге, тек тазалық болса пейілде. Қою қара түннен кейінде таң атады нұрланып. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Дыбыстық сигналдан соң хабарлама қалдырыңыз. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Алло, Алло, бұл кім? мен ғой. Қуат сен ба? Иә, сәлем Аружан. Қалайсың? Менде бәрі жақсы. Өзіңді полиция іздеп жүреді ғой. Әлі ұстап түрмеге отырғызбаған ба? Жоқ, ол іс жабылған. Жақсы бопты. Амандығыңды тілеймін. Сау бол. Аружан, тоқташы. Кездесейікші. Жоқ. Сенімен кездескім келмейді. Қош бол. Аружан. Аружан.
жетелеп алға арманнан арман өмір керемет сүрініп кейде бауырына алған өмір керемет. Мынау гүл саған. Рахмет. Мен сені көп күттім. Неге маған хабарласпадың? Кешірші мені. Хабарласуға мүмкіншілік болмады. Асма, не бір жаман ойлар келді. Басқа қыз тауып алды деген сияқты ма? Ол да бар. Жүрейік. Мен сені қатты сағындым. Ойнасаң ойын бәрі де бар. Жетелеп алға арманнан арман өмір керемет сүрініп кейде бауырына алған өмір керемет көңілің шөлде жоғыңды іздеп таппай бір күні ойда жоқ сәтте қуанта салған өмір керемет. Саламатсыз ба, кіруге бола ма? Иә, кел отыр. Кеше 2 науқас түсті, олар 7-ші және 10-ші палаталарға орналастырылды. Дәрілерін уақытылы ішіп жатыр. Жағдайлары бір қалыпты. Және... Байқайым, тағы да бірден айтқың кеп отыр ғой? Иә, жаңа Қуат хабарласты. Қай Қуат? Әлгі өткенде қыз құтқарып алып қалған Қуат па? Иә, сол жаңа хабарласты. Біздің партияға мүшесі болып кіресіңдер ме дейді. Соны білмей отырмыз. Қандай партия ол? Ел мен жер деген партия. Ол партияны білем ғой. Жерді шетелдіктерге Қытайға сатқызбау үшін көп күш салған. Балташ Тұрсынбаев ағамыздың бастамасымен құрылған партия ғой. Одан кейін қаңтар оқиғасы кезінде жазықсыз қамалған азаматтардың бостандыққа шығуына ықпал еткен партия. Жастар, сендердің ел болашағы үшін қоғамға белсене атсалысып, осындай партияға кіргендеріңді қолдаймын. Дұрыс, барыңдар. Жарайды, рахмет. Айтпақшы, мен де ел мен жер партиясына кірем. Қойыңшы. Иә? Алдағы демалыста кафеге барайық. Көп болды ғой бармағалы. Жарайды. Бірақ музыканттар бар кафеге бармайым. Неге? Сен маған ән айтқызып қоясың ғой. Алаш арыстары ғылымды дамытып, салт дәстүрге негізделген Жапонияның үлгісіндегі ұлттық демократиялық мемлекет құруды армандап кеткен болатын. Сондықтан біз бабаларымыздың өсиетіне адал болып, күн шығысқа қарай бет бұруымыз керек. Жапондар сияқты дені сау, рухы мықты ұлт қалыптастырып, өркениетті дамыған ел болуымыз керек. Осы біздің ұлттық идеология болу керек. Ел мен жер партиясы жердің асты-үсті толған байлықтың үстінде отырып, содан өз үлесін ала алмай жүрген қарапайым халықтың партиясы. Бұл бабаларымыз аманат етіп кеткен кең байтақ жерімізден бір үй салуға жер ала алмай, үйсіз күйсіз жүрген жандардың партиясы.
ел мен жер, қымбатшылық пен кедейшіліктен тарығып жүрген бауырларымыздың, жарымжан мүгедектер мен жетім жесірлердің, студент жастардың партиясы. Солардың мұң-мұқтажын жоқтап, мүддесін қорғайтын партия. Тілімізді тұғырына қондырып, рухымызды көтеретін, ақиқатты ту етіп, әділетті қоғам орнататын партия. Балташ Тұрсынбаев ағамыз негізін қалаған ел мен жердің белсенділері, ұлтшыл азаматтармен бірігіп, халықтың қолдауымен жеріміз ешкімге сатылмасын, Қытайға жалға да берілмесін деп күресіп, билікке талабын орнатты. Қаңтар қырғынынан кейін тәуелсіз комиссия құрып, жазықсыз түрмеге қамалғандарға араша түсіп, жүздеген адамдардың бостандыққа шығуына ықпал етті. Ардаққа ағайын, елімізді тығырықтан алып шығып, жарқын болашаққа бастау үшін, дені сау, рухы мықты ұлт қалыптастырып, өркениетті дамыған ел болу үшін Ел мен жер партиясына қосылыңыздар. Жеңіске бірге жетейік. Ей, не мынау? Жігіттер байқамай қалдым. Сындырдың ғой бамперді. Ештеңе емес қой. Қалай ештеңе емес? Ақшасын төлейсің. Қойсашы, 5000 теңгені берейін да, теманы жабайық. Қайдағы 5000 теңге, 200 теңге қойда бара бер бол. Қайдағы ақша? Онда мен қазір гаиші. Шақыр. Мынау қуады ғой. Шақырсын көрейік. Алло, Қуат, қайдасың? саяхат жақта. Не болды? Мен мехкомбинат жақта балалармен ерегесіп қалдым. ГАИ-ға хабарластым. Жарты сағаттан соң келеміз дейді. Сен көмегің керек. Чөт мынау ГАИ-ға емес, басқа біреулерге звондап тұрсың. Жүр Қасым бар, сөйлесіп кетейік. Болды. Мен келе жатырмын. Қазір жетем. Жолдың бойында машинаны көресің. Шодан не болды бұл? Жігіттер, давайте келісе салайық 5000. 5000 теңге, 200 теңге қойыпса бұл. Қайда ГАИ-ге де шақырған? Онда қазір досым келсін, сөйлесеміз. Чё келсе не болды? Мінекей, рахмет. Осы жерді тоқта. Ей! Қуат!
Тоқта! Таста қарыңды, полиция! Жат! Қарсыласма болды! Жат, қане, үнін көшір! Тұрып етпе, қимылдама! Қозғалма деймін саған. Жүр! Алып кетеміз. Қалай, дұрыс па бәрі? Аман есен. Передачаны өткіздім, сәлем айтып жатыр. Жақсы кеттік онда жүр. Қуат төбелестен кейін отыр ғой дейме? Сол төбелестен кейін ментер машинаны тексеріп, ішінен пышақ шыққан. Аңшылардың пышағы қанжар. Ол пышақты мен жай базардан сатып алған едім ғой. Кейде жездемен аңға шығып тұратын бар. Сөйтсем ол суық қару екен ғой. Мен оны қайдан білем? Ол пышаққа Қуаттың қандай қатысы бар? Қуат оның мойнына алды. Қысқасы менің орныма кетті бір жылға.
Аружан, жанарыңнан еріксіз жастанды ма, қалғанымда мен үнсіз тағы да таба алмадым бір жауап, ақталам деп бардым да, кешір мені кешірші, кінәлімін алдыңда. Сүйіп жүрек тағалданды, күйіп бекер жараланды, амалымыз қалмаған. Жалған, жалған, жалған бәрі, қолым бұлғап арман қалды, күннен түнде арнаған. Тоғыспадау қайтеміз, біздің жолдар таңдаған. Сүйгеніме таңданам, олай сені қинайтындай не жаздым, бұлай мені. Менде қандай бар шара, іздемеймін мен сені, сен де мені аңсама. кешір. Сүйіп жүрек тағалданды, күйіп бекер жараланды, Аружан, амалымыз қалмаған. Жалған, жалған, Аружан, қолым бұлғап арман қалды, күннен түнде арнаған. Тоғыспадау қайтеміз. Балам, келдің бе? Иә, келдім. Тамағың дайын тұр. Айтпақшы, өткенде жүрегім ауырады дегеннен кейін Қуаттың алып кеп берген кітабы ғой. Ішінде жүрегі ауыратын адамдарға арналған ақпарат көп екен. Әсіресе жапондықтардың әдісі керемет. Айтқандай, өзі қайда? Көп болды көрмегелі. Қазір Қуат қызымен ренжісіп қалыпты. Өз жақында ғана түрмеден шығып еді. Не? Түрмеден? Иә. Не үшін түсіп еді? Енді өз жасамаған қылмыс үшін. Немене? Ол жерде кінә менен болған еді. Құдай ау, не дейді? Оған мен кінәлімін. Ол мен үшін, менің кінәм, мен... Қалай? Анашым, сіздің жазығыңыз не? Қойыншы. Оған мен кінәлімін, мен... Ақымақ басым-ай, қайдан білейін бұлай боларын. Сіздің кінәңіз жоқ қой ол жерде. Менің кінәм, мен кінәлімін, балам. Сәлем достар. Мен бүгін тамағым ауырып емханаға барғам ғой. Дәрігерлер қаншама дәрі жазып берді. Бірақ біз сияқты студентте ондай ақша қайдан болсын? Енді үйде ыстық сүтке бал қосып, лимонмен шай ішіп, апамның рецепті бойынша емделейін деп жатырмын. Ауырмаңыздар. Тиктокта не жаңалық? Сол баяғы. Бір қыз дәрігерлер дұрыс қарамады дейді. Комменттер не деп жатыр? Бұлай дәрігерлерді бір жақты қаралай беруге болмайды.
Мен мысалы бір дәрігерді білем. Өз өмірін қауіпке тігіп, ауыр науқас қызды ковидтен құтқарып қалған. Видеоны менің парақшамнан көре аласыздар. Жолдас, мынау Қуат емес пе? Кім? Бері келші. Қараш. Мынау Қуат па? Қуат қой. Мен Қуатты басқа қыздармен жүрген шығар деп ойласам, ол науқас адамдарға көмектесіп, солардың өмірін құтқарып жүріпті ғой. Мен қандай ақымақ болғам. Ол маған вирус жұқтырып алмауды ойлап, кездесуге келмей жүрген екен. Ал мен оны мүлдем түсінбеппін. Мен ақымақ, басқа жігіттердің ақшасына, көлігіне қызығып, Қуатымнан айырылып қалыппын. Қуат, ақымақ жұлдызыңды кешірші. Енді не істейм? Хабарласып көреміз бе? Нөмірі бар ма сенде? Жоқ. Барасың ба? Кездесіп көр. Иә. Елдің бәрі дәрігер деп жүрген жігітіміз ерікті болып шықты ғой. Иә, өз өмірін қауіпке тігіп, науқас қызды құтқарып қалу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Қазір өзіне жолығып сұраймыз ғой мән жайды. Рұқсат па? Иә. Біз журналистік зерттеу агенттігінен Ерболат Мырзатайұлы, менің әріптесім Айғаным. Келіңіз төрлетіңіз. Өте қуаныштымын. Тыңдап тұрмын сізді. Қуат Омаров деген жігіт жұмыс істейме сіздерде? Қуат Омаров. Иә, істеген. Мен оны шығарып жіберген болатын жұмыстан. Ұрлық жасаған үшін. Цемент ұрлаған, арматура ұрлаған. Сонымен ауырып қалған ковидпен. Бәріміз ауырып қалмай тұрған кезде алдында оны жұмыстан шығарып жібердім. Не қылды? Ол сіздерді алдап кетті ма? Жоқ, бізде ондай мәселе емес. Сіз білесіз ба, ол жігіт ауыр халдегі бір қыздың өмірін құтқарып қалған екен. Сол жайында сұхбат алайын деп іздеп жүрген едік. Кім? Қуат па? Иә. Жоқ. Ол кімді құтқара алады дейсің? Ол қара басын алып жүрсін да? Ұры ғой ол. Бізде жаңағы бейне материал бар ғой, көрсетші. Не болып қалды сізге? Су ішерінші. Бәрі дұрыс па сізде? Кешіріңіз.
сәлеметсіз бе? Мен Аружанмын. Сіз бе мені күтіп тұрған? Иә, менмін. Мен не үшін іздедіңіз? Мен Қуаттың досы Серіктің анасымын. Қуат екеуің ренжісіп қалған екенсіңдер ғой, иә? Иә, біз ұрсып қалғанбыз. Бірақ сіздің оған қатысыңыз жоқ. Сіз араласпаңыз. Сау болыңыз. Қызым, тоқташ. Сен Қуаттың түрмеге жатып шыққанын естіп пе едің? Түрмеге? Жоқ. Не үшін? Қуат біздің үйге алғаш келген кезде мен оған Серік өте ашуланшақ, сөз көтере алмайды, бірдеңе болса төбелесуге дайын тұрады. Сен оған көз қырыңды салып жүрші деп айтқан едім. Ол маған: әпке, Серік менің досым ғой. Сіз оны уайымдамаңыз. Барлығы жақсы болады. Мен сізге уәде берем деген еді. Сол уәдесінде тұрып, өзі жасамаған қылмыс үшін менің баламның орнына түрмеге отырып шықты. Байғұс балай, жетімдіктің зардабын тартқан аздай мен үшін қалай қиналды десеңші. Жетім? Сен оны білмеуші ме едің? Аружан, сен оған ренжімеші, жарай ма? Сен оны кешірші. Мен үшін кешіре қойшы. Өтінемін, жарай ма? Сені ауруханада кім құтқарып қалғанын білетін шығарсың. Жоқ. Бір ерікті өлім аузынан аман алып қалды. Бірақ кім екенін білмеймін. Ол Қуат болады. Қуат. Мүмкін емес. Ол болса маған айтушы еді ғой. Мүмкін емес. Мүмкін емес. Неге ол маған айтпаған? Ол сондай жігіт. Өзі жетім болса да елдің бәріне жанашыр болып көмектесіп жүреді. Бірақ онысын ешкімге айтпайды. Мүмкін емес. ұнап қаласың, қолыңды сошы жүрегім, тағдырға неге сұрақ тарасың,
жылап қаласың білемін. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан. Сезім ғой бізді алып ұштырған, сағыныстырған. Қауырсын қанатымнан, мен үшін жаратылған сен сый едің. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Естеліктерден табылмайсың ба, тағырлайсың ба, ең сұлу гүлі тәңірдің. Сен мені мүлде сағынбайсың ба, сағынбайсың ба, мен сені қатты сағындым. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан. Сезім ғой бізді алып ұштырған, сағыныстырған. Қауырсын қанатымнан, мен үшін жаратылған сен сый едің. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Аружан, сен қайдан жүрсің? Неге жылап тұрсың? Кім сені ренжітті? Сен екенсің ғой мені құтқарған. Құтқарған? Қайдан құтқарған? Жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан. Сезім ғой бізді алып ұштырған, сағыныстырған. Аружан, мен сені жанымдай жақсы көремін. Мен үшін жаратылған сен сый едің. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Менің жарық тамаша, ұнап қаласың. Қолыңды созшы жүрегім. Тағдырға неге сұрақтарасың, жылап қаласың білемін. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан. Сезім ғой бізді алып ұштырған, сағыныстырған. Қауырсын қанатымнан, мен үшін жаратылған сен сый едің. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Алло. Я. Жарайды. Мамам ғой. Сенің үйге келгеніңді қалайды. Папам кешірім сұрағысы келеді. Жоқ. Бара алмаймын. Маған ешқандай кешірімнің қажеті жоқ. Мамам мант әзірлеп қойыпты. Манты? Мант үшін баруға болады. Тағдырдың
менің адамдарға жасаған жақсылығым үшін сен маған Алланың берген сыйысың. Өмірді сүйем, жолыңда сенің барым үшін. Анамды сүйем, сыйлаған мына таңым үшін. Әкемді сүйем, бойыма біткен қаным үшін. Барымды сүйем, бәріңді сүйем, Тәңір үшін. Жетелеп алға арманнан арман өмір керемет. Сүрініп кейде бауырына алған өмір керемет. Көңілің шөлдеп, жоғыңды іздеп, таппай бүргені. Ойда жоқ сәтте қуанта салған өмір керемет. Оянсаң таңда жүретін жолың әлі де бар. Сүр алсаң дұрыс өмірдің мынау мәні де бар. Тіршілік еткен адамның бәрі бақытты ғой. Тойласаң тойын, ойнасаң ойын, бәрі де бар. Жетелеп алға арманнан арман